Нұрдәулет Ақыш 1950 жылы 15 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. 1968 жылдан ауыл клубында меңгеруші болған. 1969-1973 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының филология факультетін тәмамдаған. Әскери борышын өтеген соң мектеп және жалын баспаларында редактор болып қызмет атқарады. 1980-1984 жылдары Нұрдәулет Ақыш Қазақ әдебиеті газетінде журналист. 1984-1986 жылдары Жұлдыз журналының қызметкері болған. Кейінгі жылдары Қазақфильм киностудиясында сценарист. Қазақстан мұғалімі газетінде Балауса баспасында еңбек еткен. Алғашқы әңгімелер жинағы Қияда 1978 жылы жарыққа шыққан. Шығармалары Қоңыр өгіз, Жұмбақ істер, Күрмеуі қатты түйіндер, Үндемейтін ұл, Таң алдындағы дабыл, Жатақхана қыздары, Нағыз әже қайда, Мұңды жанардың сәулесі, Дон Жуанның қалыңдығы, Көнбіс бәйбіше, Рақымсыз көктем, Аласа таулар аясында, Қалмақтан қашқан қыстаубай және Афанасий Латуда. Оның балаларға арналған шығармалары мектеп оқулықтары бағдарламасына енген. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында тәуелсіздік дәуірі әдебиеті және көркем публицистика бөлімінің бас ғылыми қызметкері, Тарбағатай ауданының құрметті азаматы.